Сәлеметсің бе, Әли? Қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Сабағымыздың тақырыбын біліп алу үшін сен осы жұмбақтарды тыңдап, жауабын тауып көр. Шөп сарғайып, дала сұры қашады. Бой жаза алмай, ойнай алмай, денең мұздап тоңады. Айтыңдаршы балаларым, бұл қай кезде болады? Ойлан, екінші жұмбақты оқып көрейін. Жапырақты бояды, алқапты да бояды. Бояп барлығын сап-сары қылып қояды. Ал ойланып жауап беріп көрші, Әли, бұл қай кезде болады екен? Әрине, Әли, бұл күз мезгілінде болады, иә? Күз мезгілінде жапырақтардың барлығы сарғайып, даланың барлығы сары түске, алтын түске боялады екен, иә? Күн суытып, су қата бастайды екен. Жақсы, енді сұрақтарға жауап беріп көр. Жыл мезгілдерін атап көрші, қандай жыл мезгілдерін білесің? Иә, күз, қыс, көктем, жаз мезгілдері бар, иә? Күз мезгілін неге алтын күз деп атаған? Күз мезгілінің айларын ата. Өткен сабақтарда біз күз мезгілінің айларын оқыған болатынбыз, иә? Сол себепті сен күз мезгілінің айларын айтып бере алады деп сенімдемін. Ал күз мезгілін неліктен алтын күз деп атайтынын біз білеміз, иә? Өйткені жан-жақтың барлық ағаштардың барлық жапырақтары, шөптер, даладағы барлық өсімдіктер сары түске боялады екен. Сол себепті күз мезгілін алтын күз деп атайды екен. Мінеки суретке қарасақ, суретте күз мезгілі бейнеленген. Барлық ағаштардың жапырақтары сары түске боялған. Жақсы. Осы суретке қарап, шағын әңгіме құрастырып көр. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы «Қош келдің, алтын күз». Ал енді күз туралы жазылған өлеңді оқып көрейік. Сары теңге жапырақ бояған ба көл бетін, тоңазыпты топырақ, ызғарлы екен желде тым, гүл жайнаған даланың жапырағы солыпты, таңырқадым қарадым, танымастай болыпты. Осы өлеңді кейін жаттап көр, жақсы ма? Бұл өлең не туралы жазылған екен? Иә, жақсы. Бұл өлең күз мезгілі туралы жазылған екен. Күзде не болады дейді? Сары теңге жапырақ дейді. Теңге сияқты сары түске боялады дейді жапырақтар. Топырақ тоңазиды дейді. Ызғарлы жел соғады екен. Ызғарлы жел дегеніміз суық жел соғады, иә? Гүл жайнаған даланың жапырағы солыпты дейді. Бұл солыпты дегеніміз, бұл жаңағы сарғайған жапырақтар жерге түседі ғой. Сосын солиды, иә? Қоңыр түске айналады. Жерге түсіп шірейді, иә? Сол себепті солай жазған екен. Енді мына жерде бізге тоңазыпты топырақ, ызғарлы жел, таңырқадым деген сөздердің мағынасы ашылып жазылған екен. Тоңазыпты топырақтың мағынасы топырақтың қатуы. Қатты суықтан топырақ қатады, бұл күз мезгілінде болады екен. Ызғарлы жел бұл суық желді білдіреді екен.
Таңырқадым, бұл таң қалдым деген мағынаны білдіреді екен. Өлеңді кейін өзің жақсылап, мәнерлеп оқып шық. Өлеңде жапырақты неге теңеген? Жапырақтар ненің бетін бояп тастағандай болып жатыр? Күз мезгілінде табиғатта қандай өзгерістер болады? Осы сұрақтарға жауап іздеп көр. Осы сұрақтардың жауабы біздің өлеңімізде бар. Келесі тапсырмалар. Суретке қарап, күз мезгіліндегі табиғатта болатын өзгерістерді айтып бер. Өлеңнің алғашқы екі жолын дауыстап оқы. Күзде ағаш жапырақтары қандай түске боялады? Сынып терезесінен қарап байқа. Сен өз үйіңнің терезесінен қарап, енді қазір бізде күз мезгілі емес, қазір бізде көктем мезгілі, сол себепті есімізге түсіреміз. Күз мезгілінде жапырақтар қандай түске боялады екен? Жоғарыда біз айтып кеттік. Енді берілген сызбаға сәйкес күз тақырыбына сөйлем құра, өлеңді жаттап ал. Сарғайды. Не сарғайды? Қалай ойлайсың? Мына көп нүктенің орнына не жазуға болады? Әрине, жапырақтар сарғайды, жауды. Күзде не жауады? Күзде жауын жауады екен. Жылы жаққа ұшып кетті. Не ұшып кетуі мүмкін күзде? Әрине, құстар жылы жаққа ұшып кетті. Сонымен күз мезгілінде күн суытады, топырақ қатады, жапырақтар сарғаяды, жаңбыр жауады, құстар жылы жаққа ұша бастайды. Осындай күздің ерекшеліктері бар екен. Енді біз дәптермен жұмыс жасаймыз. Жұмыс дәптермен сұрақтар мен тапсырмаларды орындап көреміз. Күз мезгілінде жапырақтардың түсі қандай болады? Күзгі жапырақтарды боя. Жаңа біз қайта-қайта айтып жатырмыз. Күз мезгілінде жапырақтар сары түске боялады екен. Сол себепті мына жапырақтарды сары түске бояп шық. Келесі тапсырма. Күз мезгілінің айларын атап жаз. Біз жақсы білеміз, күз мезгілінің айлары қандай екен? 3 ай бар. Бірінші күз мезгілінің айы бұл қыркүйек, дұрыс айтасың. Содан кейін қазан, 3-ші ай қараша. Жақсы. Осы айларды мына тор көздердің ішіне жазып шық, жақсы ма? Келесі жұмбақтарды оқып шешуін тап. Дауысты дыбыстарды қызылмен, дауыссыз дыбыстарды көкпен белгіле. Біз сенімен дауысты және дауыссыз дыбыстарды білеміз. Біз әрқашан дауысты дыбыстарды қызыл түспен, дауыссыз дыбыстарды көк түспен белгілейміз. Ағайынды бәрі шықса жасыл, түсі сары, түссе сары. Бұл не екен? Ойланып жаза қой. Күзде киімін тастай бастайды, көктемде киіне бастайды. Бұл не? Тор көздің ішіне жаза қой. Жапырақты бояды, айналаны бояды. Бұл қай мезгіл? Ойланып жаза қой. Жақсы, тапсырмаларды жақсы орындадық деп ойлаймын. Күз мезгілі туралы тағы да білімімізді кеңейттік деп ойлаймын. Осы жоғарыда берілген өлеңді, күз өлеңін жаттап ал. Тапсырмалардың барлығын жақсылап орындап шық және фотоға түсіріп маған жібере қой. Жақсы, Әли. Келесі сабақта кездескенше сау саламат бол.